Сәлеметсіздер ме балалар? 490 бойынша жиынтық бақылаудың тапсырмалары бірінші нұсқасы. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Басқа нұсқаларын іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер, каналда басқа нұсқалары бар балалар. Бірінші тапсырмада 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалған массасы 4 кг дененің кинетикалық энергиясы дейді балалар. Кинетикалық энергияның формуласы E кинетика тең mv квадрат бөлінген 2-де. Осы формулаға салсақ 4 килограммды көбейтеміз 10 метр бөлінген секундтың квадратына бөлеміз 2-ге. Сонда бізде жауабы 200 жоуль шығады екен. Сонда С нұсқасы дұрыс. Екінші есепте потенциалдық энергияны тап деген. Потенциалдық энергияның формуласы М көбейту G көбейту H. Сонда 50 килограммды көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограммға, оны көбейтеміз 4 метрге. Сонда жауабы 2000 жоуль шығады екен. 2000 жоуль бізде В нұсқасы. Келесі үшінші тапсырма. Жай механизм дегеніміз не дейді балалар? Жай механизм дегеніміз күшті түрлендіріп қозғалыс бағытын өзгертетін құралдар, яғни А нұсқасы дұрыс. Келесі төртінші тапсырмада төменде келтірілген күндер жиынтығынан суретке сәйкес жердің күнге қатысты орналасу күндерін таңдаңыздар дейді балалар. Бұл жерде 21 наурыз, 22 наурыз, С 23 наурыз, Д 22 желтоқсан, яғни В нұсқасы дұрыс. Бесінші тапсырмада суретте лақтырылған доптың қозғалыс траекториясы берілген, әрбір нүктеге сәйкес энергиялардың мәнін жазыңыздар деген балалар. Міне бір қараңыздар суретіміз. 1, 2, 3, 4 доп лақтырылған. Енді осыны жазып шығуымыз керек. Бірінші нүктеде балалар толық энергия кинетикалық энергияға тең, яғни қозғалып тұр. Екінші нүктеде кинетикалық және потенциалдық энергиялар тең болып тұр. Үшінші нүктеде толық энергия потенциалдық энергияға тең болып тұр, биіктікте тұрғандықтан. Төртінші нүктеде потенциалдық энергия кеміп, кинетикалық энергия артып тұр деп жазасыздар. Келесі алтыншы тапсырмада суретте иіндіктің тепе-теңдікте тұр дейді. Міне D1 5 см, D2 30 см, F1 бізде 12 ньютон, F2-ні табуымыз керек. Үлкен иініне түсірілген күшті табыңыздар деген екен. Есептің берілгенін жаздым міне. Енді осыны ары қарай шығарайық. Ең алдымен балалар хабыжға келтіріп алайық. 5 сантиметріміз 0,105 метр болады. 30 сантиметріміз 0,3 метр болады. Енді шешуі F1 көбейтілген D1 тең F2 көбейтілген D2 деген формула арқылы тауып аламыз F2-ні. F2 тең F1 көбейтілген D1 бөлінген D2 деген формула шығады сонда. Сызбайсыздар. Сонда тең 12 ньютонды көбейтеміз 0,105 метрге, бөлеміз 0,3 метрге. Сонда жауабы 2 ньютон шығады. Жауабы F2 тең 2 ньютонға. Келесі жетінші тапсырмамызда суретте жұмысшы пәлкі 90% қондырғының көмегімен жүкті көтеруде дейді. Міне 7-де 1-де бірінші блок түрі және қолданылуы, 7-де 2-де блок түрі және қолданылуы, 7-де 3-де жүкті көтеруге жұмысшыға берілген күш және де пайдалы әрекет күшін, толық әрекет күшін табуымыз керек. 3, 4, 5-де. Міне балалар, біріншісі мен екіншісі жылжымайтын блок күштен ұтпайды, күштің бағытын өзгертеді. Ал жылжымалы блок күштен 2 есе ұтыс береді. Ары қарай есепті шығарайық. Формуланы қорытындылайық. Үшіншісін F2 тең M көбейтілген G деген формула арқылы. F1 тең F2 бөлінген 2 болады. Осы формула арқылы шығарамыз. Төртіншісін
пайдалы жұмысты m көбейтілген g көбейтілген h деген формула арқылы шығарамыз. Бесінші, пәкті a пайдалы бөлінген a толықты көбейтеміз 100%-ға. Осы жерден, осы формуладан толық жұмысты аламыз. Сонда пайдалы жұмысты көбейтеміз 100%-ға, бөлеміз пәкке. Сонда үшіншісінде бастап шығарайық. F2 тең 30 килограммды көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограммға. Сонда 300 ньютон шығады. Енді F1 тең 300 ньютонды бөлеміз 2-ге. Сонда 150 ньютон шығады. Төртіншісінде пайдалы жұмыс табамыз. 30 килограммды көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограммға. Көбейтеміз 1,5 метрге. Сонда жауабы 450 джоуль шығады екен. Бесіншісінде толық жұмысты табамыз. 450 джоульді көбейтеміз 100%-ға, бөлеміз 90%-ға. Сонда 500 джоуль шығады екен балалар. Балалар, осымен бізге берілген 7 тапсырманың барлығын орындап аяқтадық. Түсінбеген жерлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазу арқылы сұрасаңыздар болады. Ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.